Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Ләззат. Біз бүгін корейше хэ салатын жасайтын боламыз. Ол үшін маған свежий балық қажет болады. Егерде сіздер өздеріңіз осы салат жасайтын болсаңыздар, балықтың төс етін пайдалансаңыздар болады. Ал мен бүгінше өзімде бар балықты пайдаландым. Және де біздің балығымыз қылқансыз балық болған дұрыс. Яғни бұл салат ірі балықтан жасалынады. Барлық балықты осылайша турап алғаннан кейін оны аузы жабылатын ыдысқа салып, 2-3 қасық уксусты құйып, жақсылап араластырып аламыз да 2 сағатқа бетін жауып қоямыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Егер де сіздерге қызықты болса, осы салатты үйде жасап көрсеңіздер болады. Мен өзіме қажетті сәбізімді алып, оны теркадан өткізіп, ұзыншалап өткізіп алатын боламын. Дайын болған сәбізім үстіне чесногымызды өткізетін боламыз. Енді біз қызып тұрған табамызға майымызды құйып, оған жуамыны салып, шамалы қызартамыз. Бұл жерде бізге жуа қажет емес, тек майды күйдіріп қыздыртып алу үшін қажет. Одан соң жуаны алсап, оның орнына препараларымызды саламыз. Енді біз міне сәбізіміздің үстіне жаңа қызып тұрған маймен приправаларды салып, оның үстіне дайын болған балығымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салатымызға аздап 1 қасық соя құйсаңыздар болады. Ол маңызды емес, қимасаңыздар да болады. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын болды. Енді оны біз холодильникке 1-2 сағатқа қоятын боламыз. Міне біздің салатымыз дайын. Ас болсын достар. Өте жеңіл салат.